тыңдармандар және қонақ келсе құт келер айдарының тұрақты көрермендері, сіздермен қайта қауышып отырғанымызға қуаныштымыз. Бүгінгі біздің сұхбатымыз ұлағатты ұстаз, сыршыл ақын, Қазақстан жазушылар одағасы мүшесі, Қатон-Қарағай ауданының құрметті азаматы Төлеген Рахымжанұлының өнегелі өмір жолына арналады. Осы мақсатта студиямызға арнайы қонағымызды шақырып отырмыз. Бүгінгі қонағымыз білім саласының үздігі, 40 жылдан астам қызмет етіп келе жатқан ұстаздық жолды өмірінің мәніне айналдырған Қатон-Қарағай ауылында мектеп басшысы, оқу тәрбие ісінің меңгерушісі қызметін атқарған ардақты ұстазымыз Бақыт Қасенқызы. Студиямызға қош келдіңіз. Өзіңіз біліп отырғандай, бүгінгі сұхбатымыз Төлеген Рахымжанұлының өнегелі өмір жолына арналып отыр. Өзіңіз Төлеген ағамыздың көзін көрген сол жылдары бірге әріптес болған ұстаз және де Қатон-Қарағайдың тумасы ретінде шақырып отырмыз. Рахмет. Енді осыған орай алғашқы сұрағымызды қойып өтсек. Төлеген Рахымжанұлымен таныстығыңыз қалай басталды және? Төлеген Рахымжанұлы елінде әділкөн азамат болды да, бірақ та біз бір салада, білім саласында еңбек еттік, бір ауданда. Сондықтан да бір ауданда еңбек еткендіктен, екеумізде мектеп басшылығында жүргендіктен, көптеген аудандық шараларда жәнегі өткізіп жатқан сондай оқу ісі жөніндегі әртүрлі отырыстарда біз бас қоса беретінбіз. Сол себептен мен ол кісіні жақсы таныдым. Енді ол біріншіден тек қана сол еңбек жолында емес, сол Қатон-Қарағайдың тумасы ретінде Қатон-Қарағайдың тұрғыны ретінде жиі кездесіп жүрдік. Сол себептен мен ол кісіні жақсы таныдым деп айта аламын. Төлеген Рахымжанұлының ұстаз ретіндегі басты қасиеттерін атап бере аласыз? Енді ұстаздықты қалай бастап содан бастап көретін болсақ, ол кісі Алматыдағы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін бітірген, қазақ тіл әдебиеті бөлімін. Сол жерде ол кісінің сол өзінің пәнінің маманы ретінде, майталманы ретінде мынадан дәлелдеуге болады. Дипломдық жұмысына Мұхтар Әуезовтің өзі өте жоғары баға берген екен. Сонда ол кісінің жалпы ұстаз ретіндегі шеберлігін содан ақ байқауға болады. Студент кездің өзінен сондай үлкен ғұламадан баға алған адам. Ал енді өзі сол мектепке келген кезде басында жай қарапайым мұғалім болғанмен, кейіннен мектеп басшылығына көтеріліп, өзінің мектебін ұзақ жылдар басқарған адам. Сондықтан енді ол кісінің мына оқу саласында, білім саласының майын ішкен майталман деп айта аламыз. Тәжірибесі мол. Әрине тәжірибесі мол, берері көп, жас шәкірттерге, жас мамандарға берері көп адам болған. Бір тұлғалардың бірі. Төлеген Рахымжанұлы тек ұстаз ғана емес, ақын ретінде де танымал. Біз ол ағамызды ақын ретінде де танып отырмыз. Оның шығармашылығы туралы не? Ол кісі Қатон-Қарағай ауданынан Қазақстанның жазушылар одағына мүше болған алғашқы мүше болған бірден бір ақын. Содан кейін ол кісінің енді бұл кісі көбінде ақындықтан гөрі мына өзінің негізгі кәсібі сол ұстаздыққа көп көңіл бөлген адам ғой. Бірақ өзінің сол Алла тағала берген талантымен бірнеше өлеңдер шығарған. Осы өлеңдерінен екі үлкен жинақ шықты. Бұл Бұлбұл бұқтырма, одан кейін екіншісі Мен туған жер сені жырлаймын деген жинағы. Осы екі жинақ арқылы ол кісі өзінің ақындығын дәлелдеп кеткен адам. Мұнда негізгі тақырыбы туған жерін және оның табиғатын, онда тұрған адамдардың қадір қасиетін, олардың мінез құлқын, олардың және өте бір артықшылықтарын бәріне былайша айтқанда кейде бір әсіресе мерейтойы болған адамдарға мадақтау өлеңдерін көп жазған адам. Ақындығын ол кісі және былайша айтқанда екіншіден өзінің негізгі ұстандығын бірінші орынға қойғанмен ақындығын бұл кісі тастамаған, үнемі және өзінің осы еліне, жеріне, туған жеріне, жерлестеріне арнап көптеген өлеңдер ақындар, өлеңдер шығарған, шығармалар арнаған. Мені жұмсақтығым, босаңдығым, ол менің дұшпандыққа тосаңдығым деген өлең жолдары есіме түсіп отыр. Шынымен де мінезі бос, жұмсақ болған ма? Енді былай қарағанда мейірімді, қарапайым адамды бос, жуас деп айтамыз. Бірақ өзінің істеген елде бұл кісі және де айтып кеттім, майталман болған деп. Қараңдан қарап адам осылай айтқанда мектеп басшысы болмайды. Бір мақал бар ғой, адамды таниын десең тақта отырғыз деген. Көп адамдар тақта отырғандар үлкен қызметі өскенде бір кішкентай болсын билікке келгенде өте бір және өзгеріп кететін адамдар болды. Ал енді Төлеген Рахымжанұлының өмірі бақи, бір қалыпта, қарапайым сондай адам болған. Сондықтан оның жәнегі бос болды, жуас болды деуге болмайды. Ол кісі адам көңіліне қараған, мейірімді, ақ көңіл жан болды. Сол себеппен де ол кісінің осындай бір ақ көңілділігін, ақ жүректілігін кейбіреулер пайдаланған шығар, соған назарланып айтқан сөзі шығар, мен бос болдым, жуас болдым деген сияқты. Бірақ мен жуас, бос деп айта алмаған болар едім. Өз ісінің шебері, өз несінің және өз мамандығының және іскері адамы, және өзінің Алла тағала берген
талантының шебері болды. Кезінде ақын ағамыздың қандай адами қасиеттері сіздің жаныңыздағы ерекше сақталды? Сөздің мынау жалғас сияқты. Енді мектеп басшылығында болғанда кейбір әсіресе мына ауылдың алақандай бір ауылда бір мектептің басшысы сол жалғыз мектептің емес бүкіл ауылдың басшысы ұқсап кетеді ғой, мына кішірек ауылдардың өзінде. Бірақ ол кісі осы өзінің бағанада айтып кеткен қарапайымдылығы және адамгершілігінің өте жоғарылығын өзінің өлеңінде көрсетіп отыр. Міне бағанағы еркіндік пен еркелік қойған бізді серке қылып сойқандыққа жол беру дәл маңдайдан шертеді оқиды. Яғни ешқандай қолындағы билікті және дәрежені пайдаланбай ешкімге озбырлық жасамаған, өктемдік жасамаған адам. Сондықтан ол кісінің мінезіндегі осы жақсы қасиеттер өте адамгершілік қасиеті жоғары, қарапайым, мейірбан, ақжүрек, ақкөңіл адам болды. Қазіргі жас ұрпаққа Төлеген Рахымжанұлының өмірінен қандай үлгі алуға болады деп ойлайсыз? Қазіргі жас ұрпаққа ол кісінің кезінде өзінің сол және ұстаздық етіп жүрген кезде, сол туған жердің азаматы болып жүргенде, патриоты болып жүрген кезде өзінің мына қарымды қаламынан шыққан көп шығармалары жастардың арманын биігіне жетелейтін, мына болашақты адалдыққа тәрбиелейтін, мейірімділікке тәрбиелейтін өлеңдер өте көп кісі. Енді ондай болатын болса, сол өлеңдері арқылы қазіргі жастар да үлгі алсын сол кісіден. Және ол кісінің көптеген шәкірттері бар артынан шыққан. Талай жерлерде жәнегі биліктің тізгінін ұстап отырған азаматтар бар ол кісінің алдынан шыққан. Енді сондай адамның тәрбие алып, сондай адамнан білім алған, сондай азаматтар шықса, онда қазіргі жастар ондай сол кісіден үлгі алып, жәнегі өзінің білімін, өзінің өнерін, өзінің жәнегі бүкіл өмірін туған жерге, еліне және өзінің қызмет ететін орнына арнаған дұрыс ойлаймын. Қазіргі жас ұрпақтарымыз үлгі алса, тіпті жаман болмайды. Әрине, жатырмыз ғой адал азамат дегенді. Міне ол кісіде сол кезде бұндай адал азамат деп және арнайы бір бақырына шықпағанның өзінде де сол біздің мына қазақи ұлттық тәрбиеміз біздің өзі солай ғой, адалдыққа, мейірбандыққа тәрбиелейтін. Сол кезде осындай тәрбие алған азамат болған екен. Сондықтан енді сол кісілердің және тәрбиесін алған азаматтар да солай жалғастырып кетіп жатыр. Енді қазіргі жастарға да айтарымыз сол. Егер сондай азамат болсаңыздар, ол ешкіммен жәнегі міне елге аты қалған, артында өнерін қалған, артында ізі қалған адам болып отыр. Ондай болса, қазіргі жастарға айтарымыз, осындай адамдардан үлгі алу керек деп айтар едім. Қазіргі жастарымыз басқа бір ұрпақтарға ілгісі келеді. Ал бұл осындай бір ұстаздарымыздан үлгі алса, қазіргі ұрпақтарымыз білімді және мықты бір азаматтар болады деп сенеміз. Енді қазіргі ұрпақтарға біз мысалға, мен мысалы өзім көңілім толы. Енді бір жағынан кейбір жағдайларда бір тәрбие жағынан немесе бір осындай азаматтық жағынан бір минустар шығып жататын шығар, ал әйтпесе білімділік жағынан қазір жетіліп жатқан әсіресе мына цифрланған заманда қазіргі жастар енді бұрынғы біздің заманымызға қарағанда көшіп кеткісіздер. Біз сіздерге қарап қызығамыз керісінше. Сондықтан енді бірақ адамгершілік тұлғада, адамның пейілі жағынан бұрынғы адамдар әлдеқайда адамгершілігі мол болды. Онысы рас заманына қарай адам болып бара жатқан сияқты. Әрине енді онда мына осындай және өзіміздің үлгі тұтар адамдарымызды ұмытпай сол кісілерден үлгі алып жүргендеріміз ғибрат шығар еді. Үлгі шығар. Енді бүгінгі әңгімеміз өте әсерлі болды. Сұхбатымыз соңында тыңдарманымызға әсер жас ұстаздарға айтар тілегіңіз. Жас ұстаздарға айтар тілегіміз, міне ең бастысы өз мамандығыңызды сүйіңіздер едім. Адам өзінің алып отырған кәсібін сүймесе, одан да ештеңе шықпайды. Сондықтан жәнегі осы Төлеген Рахымжанұлы өзінің алған мамандығын ауылдан кетпей, ол кісіге талай мүмкіндік болды. Үлкен Қазақстан жазушылар одағының мүшесі болып отыр, ақындығы бар деген сияқты. Ол кісіні шақырған адамдар болды, өйткені жоғары жақта отырып. Бірақ соған қарамастан ол өзінің туған ауылының патриоты болды және өз мамандығының, былайша айтқанда, өзінің мамандығын жақсы көрген, сол өзінің мамандығына берілген ұстаз болды. Енді қазіргі жастарға да айтарымыз, ең бірінші өз мамандығыңызды жақсы көріңіз, екінші айтарым, ерінбеу керек, ізденіс өте үлкен болу керек. Үнемі ізденісте болу керек. Адам бір орында тоқтамау керек, үнемі ізденісте, күнделікті жаңалықтан қалмау керек. Соны міне жәнеге игеріп отырған маман, ол мына әсіресе 21 ғасырдың
жас ұстаздарына қойылатын талап әлдеқайда жоғары. 21 ғасырда ол ұстаз болуға өте оңай емес, бірақ сол талапқа сай болғанын қалар едім. Уақытыңызды бөліп әсерлі әңгімеңізбен бөліскеніңіз үшін үлкен рахмет. Рахмет сіздерге де, Асылжан. Бақыт Қасенқызы, міне біз өзіміздің келешек медиасына және қонақ келсе құт айдарына арнап біз ақ тілектер жазатын кітапшаны шығарамыз. Яғни бұл жерге сіз 41-ші мектебіңізге деген тілегіңізбен өзіңіздің қолтаңбаңызды қойып кетсеңіз. Жақсы. Құрметті тыңдармандар, бүгін біз ұстаздық ұлы мұра тақырыбында тағылымды мол сұхбат жүргіздік деген ойдамын. Келесі кездескенше аман болыңыздар. Сау болыңыздар.